келесі айтылу керек нәрсе ол спецификация. Спецификацияны айтпас бұрын бағана тақырыпта тағы да бір рет айтайын. Мына жерде мен движоктар туралы әңгіме қылдым. Движоктар дегеніміз осы JavaScriptті орындайтын интерпретатор, машина, мотор. Chrome'да, Opera'да V8 екен, Firefox'та SpiderMonkey екен. Мысалға осы екеуі алсақ та жеткілікті. Ол не деген сөз? Екеуі екі түрлі дамып жатқан движок, әрқайсының өзінің разработчиктары бар, және олар енді өзара таласады ғой. Әркім өзінің движогын мықтырақ қылғысы келеді, реализациясын жақсырақ қылғысы келеді, және жаңадан да бір функциялар қосқысы келуі мүмкін. Ол не деген сөз? Мысалға, Chrome'да орындалатын кейбір JavaScript код басқа бір браузерде орындамай қалуы мүмкін. Егер Chrome спецификациядан бөлек алдыға озып бірдеңелерді ойлап тапса. Сол сияқты Firefox'та да көп нәрсе бірінші пайда болуы мүмкін, және ол Chrome'да орындалмауы мүмкін. Енді болашақ разработчиктер не істейді? Егер әрқайсысы осылай өз бетімен дамып кете беретін болса, олар проблемадан бас алмайды да. Мына браузерге арнап код жазады, ана браузерге арнап код жазады. Егер браузер мынандай болса, мына код орындалсын. Егер браузер мынандай болса, мына код орындалсын, бүйтіп бөліп кетеді да. Кезіндегі PHP-дің күйін кешеді да. PHP-дің де сол ең басында таяқ жеген себебі көп тармақталып кеткені ғой. Сол үшін аттары ұқсас функциялар көп болып кетті, орындалуы әртүрлі, немесе аттары әртүрлі болғанмен орындалуы бірдей функциялар. И PHP разработчиктер жаңадан үйренген кезде бір жақта таңдауға мәжбүр болып қалды да. Егер оны таңдамаса, басқа біреудің кодын орындай алмайды деген сияқты. Енді мына PHP-дің тағдырына рахмет дейміз, содан үлгі алып, мұнда JavaScript-тер спецификацияны шығарып отырады да. Спецификация дегенде ол бір келісімді. Ол Chrome'ға жақсы сен өзінше дами бер, кереметсің. Кімге де Mozilla'ға да айтады Firefox, сен де күштісің, дами бер. Сөйтіп, олар әрбір дамыған, жаңадан шығарған фичалары разработчиктер қолданып, бір күшті бір сұранысқа ие болады, мықты таралып кетеді, немесе енді әйтеуір бір бағаланады ғой. Әйтеуір бір бағаланғаннан кейін мына жиналыс әлсін болып тұрады. Жиналыста бекітіледі. Мына кодтарды біз қабылдаймыз, осыны стандарт деп өзара келісеміз. Енді барлық браузерлер осыны өзінде реализовать етсін деп ше. Келісіңдер дегенде ол сондай функцияның болуына, оның қабылдайтын аргументтеріне және қайтаратын инпутына келіседі да, ал ішіндегі реализациясын әркім өзінше жасай береді. Спецификация дегеніміз сонда не? Ол арасында жасалып отыратын, ортақ бекітіліп қабылданып отыратын ережелердің жинағы деп түсінсеңіздер болады. Егер де біреулер тағы да қосам десе, осы видеоның астына чатқа немесе YouTube'қа болсын қоса беріңіздер ойларыңызды. Мен тастап кеткен нәрсем бар болса, мен өз түсінігімді қалай түсіндім, солай айттым. Собеседованиелерде осылай деп түсіндірем. Вроде өтіп жатыр жауабым. Жақсы. Енді мына MDN, MSDN деген сайттар мысалға келтірілген. Тек қана осы екі сайт емес. Қазір шүкір ғой, JavaScript туралы ресурстар өте көп. Мына біздің осы сайтымыз Learn JavaScript, ол да керемет бір справочник. Осы біздер үшін. Осыны жиі ашып қарап отырамыз. Әсіресе MDN-ді мен өзім көп қолданам. Сіздердің енді жұмыс аяларыңыз осы жерде болады көбісінде. Жақсы, ары қарай кеттік. Редакторы кода дейді. Редакторы кода. Кодты неде жазамыз деген сұрақ туады ғой. Visual Studio код. Осыны айтқым келеді. Өте керемет. JavaScript-тің керек нәрселердің барлығын орындайды, талабын. Керек жерінде плагиндарды қондырып аласыз да, жұмысыңызды ұра бересіз. WebStorm одан да керемет, бірақ ол платный. Пиратский ұсынбаңыздар. Біздің чатта ондай әңгімелерді жүргізген жақтырмаймыз. Легкий редакторы, Atom, Sublime Text, Notepad деп қойыпты. Негізі Visual Studio кодтың өзі де өте жеңілге жатады. Так. Жақсы. Не будем ссориться. Я дұрыс айтады. Әрбір редактор керемет. Не үшін мен Visual Studio кодты қолданыңыздар деп кеңес беріп жатырмын. Өйткені болашақта қандай да бір проблемалар туып қалса, группа болып шешу оңай болу үшін. Барлығымыз бір редакторды қолдансақ, барлығымызда бір проблема болуы мүмкін, и оның шешімі де бір болуы мүмкін. То есть комьюнитиден
алшақтап қалмас үшін осы Visual Studio кодты қолдансаңыздар дұрыс деп айтып жатырмын. Әйтпесе осы сияқты идеялар көп. Ну, бір жағынан мойындау керек, Visual Studio код өз-өзін жақсы танытқан идея, оған спор жоқ. Консоль разработчика. Бағанағы ашқан жұмыс жасаған нәрселерім, мынаны көрдіңіздер. Бұны көрдіңіздер. Енді акцент қою керек енді. Жеке бір бөлек тақырыпқа ашып қойыпты. Бұл жерде айтылатын нәрсе не? Бұл жерде айтылатын нәрсе консольмен дұрыс жұмыс жасай білуіңіз керек. Кейбір новичоктар маған бір сайт құрған болады, тапсырманы орындаған болады, бірақ мынандай қылып келеді да, мен мына жерде кнопканы басып жатырмын, бірақ істемейді. Неге дейді да? Сосын оны консолын ашып қарасаң, мына жерде коды жазылып тұрады, неге екені. Қате сайттың бетінде болған қателердің барлығы мына разработчиктің консолында шығып тұрады. Сол үшін де ойлап шығарылған нәрсе да, мақсаты осы разработчиктарға арналған. Қарапайым қолданушылар ешқашан мына не қылмайды, активно қолданбайды ғой әдетте, разработчик үшін құрылған нәрсе, барынша максимально қолданыңыздар. Elements деген арқылы сайттың бетіндегі элементтерді көріңіздер, консол арқылы JavaScript-ті орындаңыздар, source арқылы кодты ашып қараңыздар, network арқылы істейсіздер. Network арқылы серверге запрос жіберген кезде сол қалай барып жатыр, қалай келіп жатыр, статус қандай болды, неше секунд орындалды, әлде үзіліп кетті ме, әлде әлі орындалып жатыр ма, в общем, монитор да мына жер. Memory дейді, деп өтіп кете салайын, өйткені мен өзім де бұны активно қолданбаймын. Бірақ мақсаты түсінікті ғой, андай не нәрсе қанша память алып жатқанын көрсетіп отырады. Сайтыңыз егер прожорливый болып, ресурсты көп жеп жатқан болса, осы жерден профайлинг жасасаңыз болады. Так, application деген осы сайттың бетінде бүкіл ресурстарды көре аласыздар. Мысалға, мына жерден ашып, scripts деп JavaScript файлдардың спискісін көруге болады, CSS файлдардың да, суреттердің де, фонттардың да барлығының спискісін осы жерде фреймнен көрсе болады. Және storage деген сессия, куки және local storage'дар тұрады. Солардың барлығын осы жерден көрсе болады. В общем, мына консол бір жақсы досыңыз болу керек. Осымен жақсылап жұмыс жасауыңыз керек. Тезірек осы консолға бой үйреткеніңіз сайын сіздің ростыңыз да тез өседі. Әсіресе осы консолмен мықты жұмыс жасау керек. Осымен болды. Кіріспе сабағымыз 2-ге бөлінген аяқталды. 9-дан 25 кетті. Менің де қасымдағы адамдар қазір келе бастайды. Ары қарай сабақты ертең жалғастырамыз. Чатта талқылаймыз және бұл жеңіл сабақ болғасын, ертең ақ экзамен қабылдай салсақ болады деп ойлаймын. 3 күнге емес, бүгінгі кіріспені 2 күнге созамыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.